Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай ет қосылған дәмді бәліш дайындаймыз, яғни мясной пирог деп аталады. Барлық керекті заттарын описанияда қалдырамын. Бізге ұн қажет болады, ерітілген сары май, қаймақ, бір жұмыртқа, бір шай қасық тұз қажет болады. Қаймағымыз бен жұмыртқамызды жақсылап араластырамыз. Ұнымызға бір шай қасық тұзымызды қосамыз. Екеуін жақсылап араластырып алып, оның үстінен ерітілген сары майымызды құямыз. Майымызды немесе бөлме температурасында жұмсақ етіп ерітіп алсаңыздар болады. Енді қаймағымызды қосып, барлық массаны біріктіріп, қолымызбен мыжғылай отырып, қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ, қолға жабыспайтын, жақсы қамыр болып шығады. Иленген қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Біреуін кішірек, екіншісін үлкенірек. Оны салафан немесе пищевой пленкаға салып орап, тоңазытқышта, яғни холодильникта 20-25 минутқа қалдырамыз. Осы уақыттың ішінде қамырларымыз тынып, жақсы болады. Ал енді салмасын дайындаймыз. Менде тартылған ет, пияз, картоп. Салмасына дәміне қарай қара бұрыш қосамыз. Сұйық май қосамыз, және осындай менде дәмдеуіш бар ролтон. Соны қоссаңыздар болады. Бәрін жақсылап араластырып дайындап аламыз. Енді тоңазытқыштағы қамырымызды шығарып, формамыздың көлеміндей етіп жайып аламыз да, формамызға фольгамызды төсеп, оның үстіне жайылған қамырымызды орналастырамыз. Қамырымыздың шеттерін осылай тегістеп әдемілеп жасап аламыз да, үстінен дайын тұрған салмамызды орналастырамыз. Және де қамырымыздың екінші бөлігін жайып, салмамыздың бетін жабамыз. Жан-жағын екі қамырды бір-біріне біріктіріп, жан-жағын әдемілеп осылай өріп түйсеңіздер болады. Бетіне жұмыртқасын жағып, күнжіт сеуіп, 180 градуста 30-35 минут пісіріп аласыздар. Отбасыларыңызды қуантып жасап көріңіздер. Сіздермен болған Мақпал.